Ішкі істер министрлігінде кезекті рет кадрлық тағайындау өтті. Ведомство басшылығы жаңа лауазымға үміткерлердің кандидатурасын қарап талқыға салды. Қызметкерлердің жеке қасиеттері мен жұмыстағы жетістіктеріне аса мән берілді. Министр Марат Ахметжанов полицейлердің әрқайсысымен сөйлесіп, оларға қойылатын негізгі талаптарды еске салды. Менің қойып атқан өзің көрдіңіз екі талап. Ол осы маман болу және адамгершілік. Алғашқы болып ұлттық ұлан бас қолбасшысының тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстар жөніндегі орынбасары лауазымына үміткер қаралды. Халық қаһарманы Қайрат Үмбетовтің кандидатурасына әріптестері бір ауыздан қолдау білдірді. Айта кету керек, 2016 жылы жауынгерлік граната мен жаттығу орындау сәтінде болған оқыс оқиғада ол сарбазды өз денесімен жауып құтқарып қалған болатын. Бұл енді өздеріңіз көріп отырсыздар, бүкіл сатын өтті. Халық қаһарманы осы біздің ұландарға дұрыс тәрбие, осындай халық қаһарманы бермесе кім береді? Халық қаһарманы қолдайық, өздеріңіз білесіздер, как он поступок совершил героический. Своим телом прикрыл солдат срочной службы, получил разные осколочные ранения, прошел все ступени и во всех регионах практически отслужил. Шарада ұландық офицерден бөлек басқа да қызметке үміткерлер қаралды. Мәселен, Нұр-Сұлтан қаласы полиция департаменті бастығы орынбасары болып Қуаныш Орынбетов тағайындалды. Қаланың криминалдық ахуалын, жағдайын білетін бізге қызметкер керек. Сондықтан біз сіздің кандидатураңызға тоқтап отырмыз. Қуаныш Абдуманович. Сарыарқада қанша жұмыс істедіңіз? 3 жыл, да? 3 жыл. Сондай-ақ Шымкент қаласының еңбекші ауданы полиция басқармасының бастығы болып Алмас Амзеев тағайындалды. Ол бұған дейін полиция департаменті бастығы орынбасарының қызметін атқарған. Сеніңіздақты уәде берем, сол жаңа ұжымда әділеттік пен тазалықты қамтамасыз етуге де уәде берем. Сонымен қатар Павлодар қаласы полиция басқармасы бастығының лауазымына Ермек Әлжанов тағайындалды. Мұндай формат ісіне адал, жауапкершілігі жоғары, білікті қызметкерлерді саралап анықтауға мүмкіндік береді.